Қанша бағасы? Бағасы 200. 200. Не үшін сатып жатсың? Болды қайда. Ертең отыз түсіп кете ма, арзандап кете ма деген ой бар ғой дейсің ғой да. Көлігін сатуға асықпа. Өйткені отель алымының айналасындағы даудамайда Қазақстанда көлік дефицитін тоқтата алмай жатқан автосалондардың сөзі басым болып тұр. Біздің сөзіміз жетпей жатыр ма, я жеткізбей жатыр ма? Оған сіздер де үлес қоса аласыз, достар. Мына видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз. Отель алымы шетелдік стандартқа сай болсын деп. Ассалаумағалейкум, Қазавто көрермендері. Менің есімім Дүйсен Абдықалық. Бүгін сенбі, 5 ақпан. Бүгін Ақтау көлік базарының бағаларын білеміз. Бағалар қандай болып жатыр. Ертең жексенбіде бұдан да көп болады көліктер. Өткен жексенбіде мына базарға көліктер сыймай кеткен болатын. Көбісі сатуға асығып жатыр деген сияқты. Ертең бірақ енді не дегенмен Утил сборның әлі тарифтері бекітілген жоқ. Ақпан айының соңына дейін бекітіледі деді. Онда күтеміз, не болатын бірге білетін боламыз. Кеттік, жолымызды бастайық Асеке. 2012 4,5 миллион сұрап тұр, армяндық. Объем 1,8. Армениядан келіп тұр. Ирландыры. Краскасы жап-жаңа екен. Күн салқын, достар, күн салқын, кәдімгідей мороз бар. 3 миллион 600 сұрап тұр, 2011 177 мың шақырып жүрген екен. Қазақ үшет әрине. Міне сосын. Camry. Toyota Camry 2015 10 миллион 600 сұрап тұр. Объем 2,5, газ, бензин, американец дейді. Американец дейсің. Американец. Тап-таза іштері. Артынан қарасаң да нормально, былай қарасаң да нормально. Достар, Кореядан алғаш тапсырыстар келіп жатыр Ақтау қаласына. Полисат келді. Қазір есінен кішкене сұхбат алайық та, көлік ұнап жатыр ма деген сияқты. Кеттік. Хан Моторс арқылы тапсырыс берілген Hyundai Palisade Ақтауға келіп жетті. Есімен тілдесу мүмкіндік болмады. Көліктің өзін көрсетіп шығайық. Достар, Хан Моторс арқылы түрлі көлік тапсырыс беруге болады. Hyundai, Kia, Toyota, Geelin-Wagen ход барлығына тапсырыс беруге болады. Түрлі көліктер бар ол жақта. Соның біреуі келіп жеткен Ақтауға міне, деталингке келді. Ана мына бронь пленка, ана мынау жасатуға. Ал ішкі бетіне келетін болсақ, бұл енді көлік 3,8 объемда. Бір сөз айтқанда корабль ғой. Осындай керемет көліктерге сізде де мүмкіндік бар, тапсырыс беруге қорықпай, саспай. Барлығы келеді. Барлығы Instagram, WhatsApp қалдырам. Нұржігіт деген жігіт тапсырыс беріңіздер. Мына машина айваны, база жоқ. Мыналардың енді ішкі салондарын, мына отырғыштарын кәдімгі сапасы дейтін, мощный ғой, спортивный сиденье деген сияқты. Барлығы комфорт. Бұл көлікті мінген арманда, мінбеген арманда ғой. Таза кореялық сапа. Тапсырыс беріңіздер. Ассаламалейкум. Новый ма анау? Новый. Пробег қанша? 18. 18 мың дейсің ба? Кондер бәрі бар ғой, Жоқ, кондер жоқ. Кондер жоқ ма? 21 дейсің, кондер жоқ әлі дейсің. Міне, Қазақстанға келіп жатқан Travel, Niva. Рекламасы бір деске қыл шығарып еді ман. 2021-де жеті сигнал жатса, шумка дейсің ғой. Ішін көрейік шыққан, бісміллә. Қалай екен да? Баяғы дизайн. 21 дейсің ғой. Баяғы сол дизайн ғой ма? Сырт өзгерген. Бірақ енді қанша дегенмен зат шығады, бір уличный бірдеңелер бар шығар? Гур бар. Бұрында да гур бар. Бар, новый затта. Биіктігі бар. Биіктігі бар, клиренс дейсің ғой, өзгеше дейсің. Кондер жоқ, гур бар. Газ бар еще, а? 21? Орыстар дамып кетіп. Ойбай, ағбайна. Бірақ бағасы кішкене нормально екен, 6,5 миллион дедім бе? Қазіргі бағамда 8-ге өсіп кетті ғой. Сондай шығар, иә. 21 әлі шықпаңды. Нөмір көрсеттің ба Секе? Фарлар өзгеше кішкене, Сырт полный өзгерген. өзгеріс бар, иә, негіз біраз. Бірақ ішкі торпедалары баяғыша. Niva, Travel. Міне, грузинмен тағы бір 45-тік тұрмын да. 2011-25 EC комплектация, VCX тұрап тұр. 5 миллион 200 достар. Міне 45-тіктер. Армия нөмірімен. Енді бізге керегі отельдің жаңағы тарифінің түсуі ғой. Сол түссе осыларды қазақ учет қылып алуға болады. Есіктер келіп жатыр.
Мына машина сатып алсаң, етік подарка. Дұрыс. Қай жылғы? 98. 3-2 ма? Жоқ. 2-3. 2-3 шыны кәдімгі. Сары нөмір, смела. Мерседес дейсің. Бағасы неше болды сонымен? Окончательно. Бағасы 2,5 2,5-ға беріп жібересің де. 2-3 объем, барлығы жасап тұр. Механика еще. Механика жүргізуші 2-3-ке жақсы ғой механика. 210-ның міне бірінші санақтары. 2,5 миллионға беріп жіберем дейді. Енді мерсінің состояниесі осындай, өзіңіз көріп тұрғандай. Телефон нөмір айтып жібер. 702 644 2793. Осы нөмірге араласасыңдар Мерседеске. 2005 жылға 4 миллион сұрап тұр. Альфард дөңгелегіне бас кетеді екен, базар жоқ. Электронный есіктері. Сіздерге ақша берген жоқ па? Сода жаңа қазір беріп қойды ғой, баяғыда беріп қойды. сол бергеннің несі болып тұр деймін. Мен машинада түсіруші. Бермесе өтпейді ғой машинада. Болды. Аш есік аш. Міне альфардтар осындай сұрап жатыр. Және бағалар арзан болып жатырған сияқты. Қаншаға беріп жүресің бергенде? 4,7-ге бересің? 4,7-ге бересің. 2005 жылға. 2,4. Нөмір айтып жүр? 800 111 1965. Міне дәл осы нөмірге араласасыңдар. 6,5 миллион армяндық. Ассалаумағалейкум. Қалай блогер? Алхамдулилlah, қалай өзің? Амансыздар? Шүкір. 19 сен қарап қой. 13 жылғы? 12. 12 ма? 2,5. Газы бар екен. Газ болған, метан газ. Метан болғанда қалай? Пропан емес, бізге жарамайды. Дұрыс. Қимайсың ба? 6,3 бағасы. 6,3? Бұлар жер ме? Ананы қондырасың дейсің ғой. Басқасын? Нөмір қайда? Нөмір, телефон нөмір. Жоқ, телефон нөмірді бай айтам ғой ауызша. Айтшы. 778 55 99 883. Міне осы нөмірге хабарласасыздар осыны. Камри 50. Десятка қанша болып жатыр? Десятка миллион 600. Миллион 600. Саудасы бар. Қазағы жөт екен ғой? Неге қымбаттап кетті десем? Евро-ручка. Евро-ручка. 16 қап. 16 қап мынау? Ур бар. Уры бар. Газ бар. Келісіп бересің. Лампышкың жанып қалыпты ғой. Дневный ходовой. Қандай вложение? Вложение жоқ, просто по кузову. Жылы қандай еді? 16. 2006. 2006. 16 қап. 16 қап. Нөмір айтып жүр. Так, нөмір 700 651 28 67 ғой. Осы нөмірге хабарласасыңдар, десятканы сұрайсыңдар. Келісіп бересің. Мына кузовын қарай, кәдімгі тап-таза. Бірақ бағада жоқ, ештеңе ешкім жоқ бұл жерде. Осы үшін ешқандай ақпарат қойылмаған көлікке. Лупарик. Мерседес 210. 25 миллионға жібердің ба не? 2 миллион 500. 210. 98 жылға 2,8. Пробег 560 мың. Анан 25 миллион деп оқып отырмын ғой. Шайлап өтеді ғой, қалайсыңдар? Камераға түсірмеші. Осы машин десек, түсіріп жүрсіз камераға. Авангард па не еще? Комплектация? Мына машина 2,8. Автомат қой, Автомат. Қазақтардан шығасың. Адамдар түсірмеді. Қаншаға дейін тұрсың енді? Болатын жер 2-ге берем. 2-ге бересің де? 2 миллионға берем дейтін көлікті. Нөмір айтып жүр, телефон нөмір. 701 590 97 84. 97. Міне осы нөмір сұрайсыңдар, соғып. 2015-тің Камри. Жақында келген сияқты. Илья комплектация. 12 А дейді, Армения дейді. Бағасы қанша екен? Ассалаумағалейкум. Бағасы қанша отыр? 8? Объем 2,5 қой, кәдімгі? 2,5.
8 миллион сұрап тұрмын дейді. Сары нөмір 8 миллион сұрап тұр. Ақ нөмірлер 5-2 сұрап тұр. Сары нөмірдің өзі где-то бір 2,5 миллион ойнап тұр ғой, үстінде. Жалпы сары нөмір алудың қазір жолдары қиындап кетті жалпы. Не дегенменде. Өткен жыл айтқан еді негізінде, жылдың басынан береміз деп. Жылдың басынан төңкеріс бастап кетті. Сонымен ұмытылып кеткен сияқты. Жайлап есіне түсетін шығар алдағы уақытта. Біздердің YouTube арнамызды 75% тіркелмей қарайды. Өкінішті жағдай, достар. Қазақты қазақ қолданмаса кім қолдайды? Бірімізді қолдайық, тіркелейік, лайк басайық, бөлісейік, достар. Тіркеліңдер, ұмытпаңдар. Подписаться, лайк. Сіздер үшін барлығы. Бағасы 1,802 литрлі екен мынау. 877-630-45-92 дейді телефон нөмір. 1,5 миллионға беретін шығар, е? Бірақ енді біраз сыртынан жәбір көрген екен. Lada X-Ray. Баға қанша болады? X-Ray 4,5 миллион. Бағасы қанша? Жылы қандай? 2017 ғой да кәдімгі. Газ бар ма? Газ бар. 4,5 миллион сұрап тұр, 2017. 4,5 миллион X-Ray. Ролик па бірден дауыс шығып отыр ғой. Айдың аяғында. Міндет түрде ғой. Кондер бар ма? Жасап тұр ғой? Кондер, ремен алып қадым ба жалпы. Қаншаға бересің? 1,8 сұрап тұр менің. 1,8 сұрап тұрсың. 1,7-ге беріп. Жыл қандай еді? 12 жылға. Толық қой. Кур, кондер бәрі бар да? Кур, кондер. Салонда барлығы орында. 1,7-ге берем дедің бе? 4 аяқ новый. Аңғарыш әдемі екен, 4 дөңгелектер. Қандай бұған енді? Шығын керек? Шығын, жаңа свиш провод свиша ғой сол. Свиш провод анна мынау дейсің ғой, да? Солар тұр, қарап жүрсек ме? Газбен осылай болып тұр ма? Иә, газбен осылай, бензинмен жақсы тұрса, бензинде кішкене слабый ток болса да жаңа береді ғой, бәлкім мощный ток керек қой. Бұна су жуған болсаң, тоқтарын үріп шығу керек қой, мынандай жерлердің бәрін. Қазір. Бұл кетеді бірақ, жайлап. Жақсы кепкеннен кейін. Телефон нөмір айттың ба? 747, 172, 49-48. Осы нөмірге соғып сұрайсыңдар мен, ексен. Мына экран бар ішінде, қара. Гуру бар ма әйтеуір? Гуру бар да, кондер жоқ екен. Кәдімгі гуру бар. 1,900,000. Нормально еді, көзіп бары. Мынау сырланған, светі білініп тұр. Бісміллә. Гранта жақсы негізінде. Приорға қарағанда, Миксиға қарағанда, биіктеу, кішкене шыдамды. Маған ұнайды осы, аналарға қарағанда. Мынандай заттар оның ғана. Ренолдың ішінде тұрған сияқты. Мұның бәрі тік-тік-тік как обычный. Бізде кондер болатын орны, кондерін алып тастаған. Алып тастаған ғой, қоймаған ғой. Нөмір айтшы бе? 747, 284, 1457. Міне грантаны сұрайсыңдар, осы нөмерге соғып. Грузияға қашан кетеміз? Достар, бұйырса, Алла қаласа, осы айдың аяғында деп отырық. Грузияға жол жүреміз ба деп. Берға көліктерді әкелеміз ба деп. Оған дейін енді біз кетем дегенше тарифтерде бір бекітіліп қалар, Алла қаласа. Ол жайында айтармыз. Грузиядан тапсырыс береміз десеңдер, дайындала беріңдер ақшаңыз жинап. Ары қарай өзім жеке салып жүретін болам. Бері қарай. Сәттілік баршаңызға. Енді ешқандай бір ақпарат жазып қалдырмаған екен көлікке. Тек қарап кете берсін деген сияқты. Иесі. Мұн жақта міне көбісі сұрайды. Сіздерде осындай Мерседес бар ма деп. Бар бізде. 97 жылғы 3.2 газ бензин, автомат, бағасы 6 миллион. 6 миллион берді, міне рахатыңа мін деп тұр ғой. Ойланы қарап тұрын да. Мына жігіттердің ішіндерінде тіркелмей қарап отқандар да бар деп. Тіркел, лайк бас, коммент жаз. Қанша бағасы? 3 миллион? 25. 3 миллион. Жылы қандай еді? 2001.
Үштік объем. 2-2. Газ бензин. Кузовқа қысқырылау керек. Қандай басқа вложение? Тек кузов па? Іштер мынандай әсеке. Қолымыз кәдімгідей қатып қалды. Салқын, ә? Иә. Міне бағалар осындай болып жатыр. Нөмір айтып жүр. Қазір нөмірін сұрамай кеттім дейді ғой. Айта бер. 302 Аха. 368 69 59. Осы нөмірге сұрайсыңдар. Жақсы. Және көзге қып-қызыл болып түсіп тұр екен бұл жақта. Уағалейкум ассалам. 1.950.000 теңге дейді. 97. Енді неге қымбат? А? Все родной. Қойшы. Точно ма? Газ, бензин. Қайсы? Пятерка ғой, пятерка. Пятерка, иә. Жигули 97 жылы 39 мың жүрген дейді. 1.950 автомат. Автомат деп қойым, автомат. Тап-таза екен бірақ. Тап-таза екен. Кілтек кетті. Кассета салатын қара. Баяғы монитор тұр ғой. Бір екен. Иә. Радойда болуы мүмкін негізінде. Гаражный хранение деген сияқты бар ғой. Таптың ішін қарай ма? Бірақ енді шейте ғой, конечно, істелген. Мерседес армян 5 миллион 600 сұрап тұр. 5 миллион 600 дейді, жылын сұрағым келмей қалды. Тида тұр міне қыздарға. Тида 2002 отличный жағдайы. Бағасын жазбаған, 2007 жылғы 130 мың жүрген. 705 444 33 70 дейді нөмірі. Ал кімге керек болса телефон нөмірін соғып, бағасын білсеңіздер болады. Тағы мын жақта тұр. Nissan Тида. Мынаның бағасы да жазылмаған. Жаңа нөмірге соғасыңдар. Екеуі бір адамдікі екен. Біреу қазақ нөмір, біреу сары нөмір. Сары қазақ, біреу ақ қазақ деген сияқты. Мын жақта тағы тұр. Верса дейді. 2007-18 дейді. Отличный жағдай дейді. Бағаларын жазбаған. Мұна да сол нөмірі деген сияқты хабарласып кете бересіңдер ғой. Жалпы базарға келсеңіздер, жетінші күн келіңіздер, ертең мына жақта көліктер көп болады. Жетеді. Таңдау бар. Бірақ енді өтіп жатқан бір көлік жоқ. Көбісі бағаларын біліп жатыр, көбісі сатқысы келіп жатыр деген сияқты. Енді соңғы кезде қорытындайды деп жатыр ғой, қорытындысы негізінде көбісі жазады, қорытындайды деп. Қорытынды сол, бағалар өзіңіз көріп жатсыңдар. Өтіп жатқан көп қатты бір көліктер жоқ. Көбісі базарға шығарып жатыр, енді қанша дегенмен айтып тез қымбаттау көріп, алушылар да алмай жатыр. Сол сияқты достар. Бүгінгі түсірілім осымен аяқталды. Келесі кездескенше.